Так, бізге құдамызбен кім райханаға кім ұшырасыз? О, келіңіз. Ой, осы кісі билегісі келеді деп отыр. Ал, кет кал. Бір урага. Жоқ, қараңыздаршы. Мен мысалы өркен өзі құдағайдың мамасы дейді. Қалай құдағайдың құрдасы сияқты? Біз мен сөз ішіне керек. Тоз сөйлеген кезде кім Райхан анам айтты ғой. Сақалды кісі келер, сақалды кісі келер. Сол кісіге тақия беріп отырды. Оя, Ани апамыз дейді, жастармен билегенсіз әйелін ақпай. Ар жақтан келгенде бүйтіп қойып. Ани апамыз сізге, шынай. Құда, мамын дейсіз, құда. Бұл Салтанат деген қарындасымыз осы Назархан мен Дилназ бас қосқан кезде қыздың тойында, жігіттің тойында Дилназдың шашбауын көтерген құдаша қызымыз. Қол соғып қойыңыздар, сізге таныстырасам. Құда бала бұйырса, Назархан, шақырып қойсайшы, екеуі. Екеуі қайда жүр десеңіз, әже, екеуі есігін аямайды жүр дейді, құда баланың құдаша. Құдашаны шақырып алып, тойдан кейін көрісіп тұр екен екеуі. Салтанат. Тос. Осы жүрейін тұрмасыз? Қазан Нұрайдан бесік тойға қайда келгенін білесіз? Нұрайна деген үлкен көке үй иесі. Сол кісінің немересі ғой, Нұрайна деген. Сол бесік тойына келдік. Мен мұғалім сияқтымын сабағымызда. Ая затта ампақ деп айтып салды. Салтанат деп айтты. Приз деп құда бала екен. Приз деп айтты. Құда бала өйт жоқ бар. Қол соғып қойыңыздар, құда бала қойын. Музыкамен шақырайын. Құда бала. Салтанат бірінші құда бала сөйлейтін біліп тұр екен ғой. Анандай, сөйтіп тұрған біліп тұр ғой. Құда бала. Қол соғып қойыңыздар. Рахмет. Оя, Салтанат бәл соқпан. Ойым жинақтап алайын, сол түсінігімді айтып берейін. Назарханымыз дейсің бе, нағыр дейсің бе? Назарханымыз дедің бе? Мен түсінбеймін. Нұргүл не істейміз, есі ашып сөйлесеміз. Бұл деген жақсы ғой, жастар ғой. Бұл кісілер енді сөзге жоқ, бұл кісілер билейді ғой. Салтанат деп еші деп ойладым. 10 секундтық екеуіңізді билеп, кім маған қараш, апа? Екеуіңізді билетек, екеуіңізді призвер бар? Ондай болмай ма? Жақсы барыңдаршы. Екеуіңді күштерді шақырып, Назархан айтып өт, екеуің призвер. Түрген мандырашын ол жүрді. Сіздің, мен айтылмай тұрғам, сіздің подаркыңыз бар екен, да? Сол енді айтшайшы, подаркың бар екен. Сол ғой мен созып тұрғаным. Сол үшін мен айтылмай тұрып, алып сен подаркыңды бершейші деп айтуға. Мен түсінбей. Назархан берейін тұр екен ғой саған подаркың. Ойға, рахмет. Әжеден қателескен болып тұр қомасы. Құдаша подаркы күліктен мен қайдан көрейін. Құда балаға да подаркыны жіберейін. Рахмет. Жолдарыңыз болсын. Естіне ақтар. Ал енді құдалар өз өнерін көрсетейін деп жатыр. Ал гитарамен жақсы бір